Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Оралда мәдени ландшафт 2019 іс-шарасы өтті. Басты мақсат өңірдің мәдениетін көтеріп, өнерін түлетіп жүрген қызметкерлерді анықтап, есімін елге таныстыру. Бір елді екіншісінен өзгешелеп тұратын үш нәрсе болса, соның бірі мәдениет. Ол рухани құндылықтардың жиынтығы, қоғам өмірінің айнасы. Рухани қазына облыстық фестивалі осы салада тер төгіп жүрген тұлғалардың басын қосты. Қатысушылар 18 аталым бойынша өнерлерін ортаға салды. Байқау шартына сәйкес өз ұжымы мен қызметі туралы шағын бейнеүзік көрсетті. Айта кетейік, үміткерлердің барлығы бұған дейінгі кезеңде топ жарып келгендер. Үздік мәдениет қызметкері, үздік мәдениет үйі, үздік ауылдық мәдениет үйі, үздік музей қызметкері деген сияқты аталым бойынша 18 аталым бойынша байқау өтіп жатыр. Осы талпыныстары, құлшыныстары мықты. Неге десеңіз, әрбір адам өз елінің патриоты, әрбір қызметкер өз мәдениет үйінің, ауылының патриоты ғой. Сол ауылындағы бар нәрсені көрсетіп, барлық жағдайды алып келе жатыр қазіргі таңда. Басты мақсат облыста мәдениеттің даму деңгейін бағамдау дейді ұйымдастырушылар. Шараға қаламен қоса алыс жақын аудандардан сала қызметкерлері қатысты. Солардың бірі Бөрлі аудандық демалу орталығы. Қарамағына 21 мәдениет нысаны кіреді. 140-тан астам адам жұмыспен қамтылған. Бүгін олар үздік аудандық мәдениет үйі аталымы бойынша бақ сынады. Ұлттық өнерді өрістетіп, жас таланттардың танылуына жол ашып жүрген үлкен ұжымның материалдық техникалық әлеуеті де жоғары. Бұлақ көрсең көзін аш деп, талантты, дарынды жастардың барлығы ауыл сахнасынан, елді мекендерден бастау алады. Көне өзіміздің ұлттық нақыштағы көне қалған киімдерімізді техникалық базымызға қосып отырмыз. Света, музыкалар, светтер, дым, пушка, жаңағы файр атты, осындай банағы шетелдегі көрсетілетін құрылғылардың барлығы ауданымыздың материалдық техникалық базысында табылады. Рухани қазына байқауы осымен екінші мәрте өтіп отыр. Бүгінгі сайыста жеңіп шыққандар 19 мен 22 мамыр күні Нұрсұлтан қаласында өтетін республикалық додада аймақ намысын ту етеді. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.